Бәріне сәлем. Бүгін сіздермен таңғы асқа сырники жасап көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде лайк басып, және тіркеліп кетіңіздер. Сырникиге қажетті заттар міндетті түрде ең бірінші және басты нәрсе ол бізде ірімшік, яғни творог болып табылады. Мендегі творогым ол үй творогы. Осындай жұмсақ, міндетті түрде осындай құрғақ болғаны дұрыс. Оны міндетті түрде осы вилканың көмегімен езіп, сметана сияқты болғанша дейін осындай езіп істеу керек. Сол кезде сырники шашылмай, бір жасағаннан жақсы шығатын болады. Міне осылай вилканың көмегімен жақсылап тұрып езіп шықтым. Қалған заттарды қосамыз. Ол бізде жұмыртқа. Мен 2 жұмыртқадан пайдаландым. Творогтың көлеміне байланысты көбейтесіздер. 2 жұмыртқаны және де қантты өзіңіздің қалауыңызға, дәміңізге қарай. Мен қатты тәтті болғанын қаламағандықтан осындай кішкене аздау қостым. Оны араластырып, екеуін тағы да осы вилканың көмегімен жақсылап тұрып езіп шығамыз. Жұмыртқа қантты қосқаннан кейін бізде осындай масса шықты. Енді осы массамызға кішкентайдан ұнды саламыз. Бірден көп салып жіберуге болмайды. Менің қолданған ұным осының жартысын қолдандым. Міне видеодан жақсылап қарасаңыздар, сметанаға ұқсас қою осындай масса болып шықса, сырниктеріңіз жақсы шығады. Мен үстелдің үстіне ұнды кішкене сеуіп, осы дайын болған массадан алып, осылай дәл видеодағыдай етіп жасаймын. Ұнды барынша көп пайдаланбауға тырысыңыздар. Астына осылай формасын шығару үшін пайдаланамын, және үстін кішкене басып жіберемін. Біреулерге қалың ұнайды, біреулерге жұқа ұнайды. Мен осындай орташа көлемде етіп істеймін. Мінекей жақсылап көріп алыңыздар. Міне жұқалығы менде осындай болып шығады. Қызып тұрған табаға сары майдан кішкене саламыз. Одан кейін осы сырниктарымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып 1-2 минут ұстаймыз. Екінші жағын алып, тағы да 1 минут көлемінде ұстаймыз. Болды, осымен сырниктарымыз дайын болып шығады.
дәмі керемет болып шығады. Үстіне шоколад, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен вареньені қолдандым, өте дәмді болып шығады. Таңғы асты міндетті түрде осыны жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.